Алтын доп арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері, алтын доп арнасына қош келдіңіздер. Оның жүргізушісі мен Мақсат Манабұлы. Бүгінгі біздің арнамыздан көретін ақпараттарыңыз мынандай. Тұғырлы Тоттенхэм топ трансфер жасауларын әлі тоқтатпады. Португалия ұшып кетті, Роналдо үшін өкінішті әрине. Кеше ғаламат камбэк болды. Египеттен Аргентина 2-0 есебімен жеңіліп жатқанда мәселені Месси өз қолына алды. Манчестер Юнайтед Реал Мадридтің ойыншысын алуға дайын. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып арнамызға жазылып қойсаңыздар, біз өте қуанышты болар едік. Ал енді қолдап жүрген достарға алғыс айта отырып бастаймыз, кеттік. Бүгінгі жаңалықтарымызды тұғырлы Тоттенхэмнің ақпараттарынан бастаймыз, достар. Енді шынымен де бұрын тұғырлы десем ұялып, кішкене сәл қысылып, өзім командам қойшы айта берейші, нем кетті деп өзім ғана қолдап жүретін едім. Қазір енді тұғырлы Тоттенхэм дегенді кәдімгідей сенімді айтуға болады. Себебі Тоттенхэмнің қазіргі трансферлік терезедегі жұмыстарын білмеймін мен, өзім сенбеймін, сіздер былай тұрсын. Қазір тұғырлы Тоттенхэм тамаша трансферлер жасап жатыр, топ трансферлер. Матеуш Фернандешті алғанын өздеріңіз білесіздер, 95 миллион евроға алды. Бірден рекорд. Бірден Тоттенхэм жалпы тарихында ондай ойыншы алып көрген жоқ, ондай ақшаға. Енді ол Матеуш Фернандеш деген ең үздік осы АПЛ-дағы орталық жартылай қорғаушылардың бірі, және перспективасы өте жоғары, 21 жаста ғана. Оған да таласқан талай клубтар болған, солардың аузынан алып кетті. Және енді Тоналиді қалай айтпайсың. Сандро Тонали осы әлемдегі орталық ең мықты қорғаушылардың бірі, әлемдегі орталық қорғаушылардың ең мықты қасиеттердің бәрі бар деп айтпасаң да 90% бар. Шабуылды жасап береді, қарсыластың шабуылын тоқтатып береді. Өте мықты, ойлы, мыйлы, мықты ойыншы. 117 миллион евроға келді тұғырлы Тоттенхэмға. Осымен ортаны жапқан шығар. Енді Тоттенхэм ойлаңыздар, Матеуш Фернандеш, Тонали, Мэдисон, Хави Симмонс, Бентанкур сияқты топ ойыншылар қазір ортада тұр. Қорғанысты айтсам мүлдем шошып кетесіздер. Енді шабуыл ғана ақсап тұр. Қазір енді шабуылмен де жұмыс жасап жатыр тұғырлы Тоттенхэм. Дәл қазір Жорже Мендеш, Рафаэль Леаоның агенті Тоттенхэмға Рафаэль Леаоны ұсынып отыр. Осы бойынша қазір Тоттенхэм жұмыс жасап жатыр. Тфә көз тиіп кетпесін, көздеріңіз тиіп кетпесін. Рафаэль Леао келесі біздің трансфер болып саналып отыр дәл қазіргі сәтте. Португалия ұлттық құрамасы әлем чемпионатынан ұшып кетті. Енді бұл жерде әртүрлі факторларды айта беруге болады. Анау болды, ішкі ауызбіршілік жоқ, андай мындай деп. Бірақ енді қарсыласының өзі де Испания болды ғой. Испанияға қарсы ойнау оңай емес, біріншіден. Екіншіден, шынымен де Португалияның ішінде ауызбіршіліктің жоқ екенін көрдік. Үшіншіден, шынымен де Роналдоға жанымыз ашыды, жүрегіміз елжіреді. Қап Роналдоның бола берген жақсы еді ғой. Осы әлем чемпионатында осы ғана ғой арман Роналдоның. Соған тағы да бір қадам жақындағанда тамаша болар еді деп ойладық. Бірақ оған біздің ойымен келіспейтіндер де көп. Испания келіспеді. Мысалы, енді Роналдо сол Испаниядан кейінгі ойында мен осы ұлттық құрамадағы ойынды аяқтадым деді. Бірақ та ол әлі түсініксіз. Осы әлем чемпионатына ғана қатыспай ма, әлі ұлттық құрамада ойнай бере ма, белгісіз. Ал Роналдоның келіншегі Жоржиньо айтты, Роналдо өзі 50-ге дейін футбол ойнайды негізінде. Себебі футбол оның өмірі, оның қалауы деді. Сондықтан 50-ге дейін Сауд Арабиясында ойнап жүрсе, ұлттық құрамада да ойнай беретіні белгілі. Роналдоға ешкімде жоқ деп айта алмайды. Сен ұлттық құрамаға керек емессің деп айта алмайды. Айтуға құқығы да жоқ. Сондықтан әлі де Роналдоны Португалияның формасында көреміз деп ойлаймыз. Бір өкініштісі, Роналдоға бәріміздің жүрегіміз езіліп отырған кезде өзінің командаластары қолдамағаны қазір бүкіл әлемде шу болып жатыр, достар. Өзінің командаластары келіп біреу де жұбатпады. Одан қарағанда Ямал құшақтап кетті. Братан, көңіліңді түсірме деп. Енді қараңыздар, командаластары жұбатпай жатқан кезде басқадан не сұрайсың? Роналдо сияқты аңызды қолдамағанда, жұбатпағанда, бір сөз айта алмағанда, бұндай құрамаңның дейсің ғой. Шынымен де мына жерде ашуланып қалдық. Мессиді қараңыздар, Аргентина ұлттық құрамасы қалай ойнайды? Мессиге ойнайды, бәрі Мессиді іздейді. Месси жеңсе бірге соны барып бірінші құттықтайды. Месси жеңілсе соны барып бірінші жұбатады. Негізгі айырмашылық
осыда достар. Аргентина Месси үшін ойнайды, ал Португалия Роналдуны жұбата да алмады. Айырмашылық осыда. Осы бір ең өкінішті нәрсе осы сияқты. Енді Роналдудың жанкүйерлеріне, Португалияның жанкүйерлеріне мойымаңыздар дейміз, әлі алары алда. Бірақ Португалияның бапкеріне де көңіл толмады. Мынандай алтын құраммен 1-8-ге ғана жеткізген өте нашар бапкер деп айтқым келеді. Аргентина ұлттық құрамасы кеше қандай керемет ғаламат камбэк жасағаны мәссаған. Оның бұл ойынның 9-да басталғаны, бұл камбэкті бәрінің көргені ғажап ойын енді. Шынымен де ең бір мықты камбэктардың бірі болды. Бұған ешқандай да сөз жоқ, ешкімде таласа алмайтын шығар. Египетке қарсы ойнады Аргентина, және де Египет бірінші таймда вах қандай тамаша ойындарды көрсетті. Пастарда ғажап, бір-бірін көру ғажап, тамаша ойындарды көрсетті. Және де бірінші голды салды. Ол одан кейін ойыны жүрмей жатқан Аргентинаға бір пенальти ұсынылған болатын. Сол пенальтиді легенда Лионель Месси сала алмай қалды. Масқара енді, масқара. Кеше Аргентина ұшып кеткен кезде бәрі Лионель Мессиді кінәлайтын еді, басқалар Лионель Мессиге күлетін еді. Енді өте қиын жағдайда қалып қалды Лионель Месси. Ол пенальтиді салмағаннан кейін екінші таймда тамаша қарымта шабуылмен Египет тағы да бір голды салды. Бірақ сол голда Египет ерте қуанып қойды. Негізі ерте қуанып қойды, сәл босақ қалды. Одан кейін бізге үйреншікті емес позицияға кетті. Лионель Месси оң қапталға барды, сол жақта ойнап еді. Масқара ойыны жүрді енді. Бірінші голдық пас берді Ромероға. Бірінші голдың өзін 79 минутта салған болатын, және одан кейін өзі масқара голды қадап тұрып салды Лионель Месси. Одан кейін соңғы голды 92 минутта Энсо Фернандес салды. 15 минуттың ішінде Египеттің мәселесін шешті де тастады. 70 минутқа дейін мүлдем ойыны жүрмеді Аргентинаның. Және де бірақ сәтте Лионель Месси бәрін өзгерте салды. Лионель Месси шынымен де легенда, бұған қалай айт, былай айт, не де бәрібірде оның легенда екенін, оның аңыз екенін, оның мықты ойыншы екенін алып тастай алмайды ешкімде. Лионель Месси бастаған Аргентина ұлттық құрамасы 1-4 ширек финалға шықты. Өте қуаныштымыз. Мессидің фанаттары болса, Аргентинаның фанаттары болса, шын жүректен құттықтап қоямыз. Мынандай камбэк, мынандай ғажап ойын енді сөз жоқ ойын болды. Мәселелер болды, оны айтпай кетуге де болмайды. 16-ның ішінде Аргентина жақта Египеттің ойыншылары құлап жатты, оны қарамады деген ақпараттарда шықты. Инфантиноның түрі де прикол болып кетті. Месси гол сала алмай қалған кезде мынандай түр жасады. Аргентина жеңіп жатқанда көңілді отырды. Сонда FIFA Инфантино Аргентинаға, Мессиға жанкүйер ма, солардың жеңгенін қалай ма деген сияқты ақпараттарда көп болды. Бірақ кеше ойында шынымен де лайықты аз ойнады. 20 минут ойнады Аргентина. 75 минуттан бастап бір қатты ойнап кеткен шығар. Сол қосылған 7 минутпен бірге оның 5 минуты ғана ойналды. 7 минуты қырғын төбелес болып кетті, соғыс болып кетті. Сол 20 минуттың ішінде ойынның астын көтеріп, үстін көтеріп астына түсірді. Масқара қылды енді, масқара. Меніңше Аргентинаға қалай айт, былай айт, бәрібірде лайықты шықты деп айта аламын. Аргентинадан шыққанда мен өзім қуаныштымын негізі. Египет шыққан кезде 1-4 финалдар, өте ширек финалдар қызық емес болып қалар ма еді. Аргентинаның жанкүйерлерін тағы да құттықтаймыз. Парис Сен-Жерменді таңғалдырып жатыр достар. Парис Сен-Жермен ойыншы ала бермей деген, бұларда сатуды біледі екен, ойыншы жіберіп қояды екен арасында. Енді Парис Сен-Жерменнен кетейін деп жатқан ойыншы ол Ли Кан Ин. Өте мықты жартылай қорғаушы, жақсы соққысы бар, шабуылға көмектесе алатын жақсы ойыншы деп баға беруге болады. Ал Ли Кан Иннің өзі осы Атлетико Мадридқа қосылғысы келетінін бірнеше айлар бұрын айтқан, және де бұл келісім бірнеше айлар бойы жүріп жатыр. Ал жақында ғана әлемдік инсайдер Фабрицио Романо әйгілі here we go, яғни Ли Кан Ин нақты Атлетико Мадридтің қатарына қосылады деген сөз. Атлетико Мадридта шамасы келсе күшейгісі келеді. Осы Ли Кан Инді 40 миллион евроға алды деген ақпараттар бар. Дәл қазір медициналық тексерістерден өтіп жатыр. Осы аптада ресми түрде Ли Кан Ин осы Атлетико Мадридтің ойыншысы болып хабарланатын болады. Енді Парис Сен-Жерменнің өзі Чемпиондар лигасын тағы да бір рет алып, Реал Мадридтің рекордының жанына келіп алсақ па дейді. Тек қана Реал Мадридтің рекорды
мыкты болуп турмасын ол дейт. Сондуктан да Paris Saint-Germain де жакын арада топ таң калтыратын трансферлер жасайды. Келіссөздер жүргүзүп жаткан оюнчулары бар. Оларды албетте сиздер биринчи болуп осы алтын доптун YouTube арнасынан билетин боласыздар. Дәл азыр тиркелип коңураушаны басып коюңуздар достар. Реал Мадридқа бір шама ойыншы келді. Реал Мадридтан кететін ойыншылардың да саны аз емес. Солардың бірі Орелиан Чуамени. Кейбіреулер Чуамени дейді, кейбіреулер Чуамени дейді. Енді осы Чуамениларыңыз Реал Мадридтан кетейін деп жатыр. Ол қайда барады? Ол әлбетте Манчестер Юнайтедте. Манчестер Юнайтед тағы да естеріңізге сала кетеміз. Алдағы маусымда Чемпиондар лигасында ойнайды. АПЛда ойнайды. АПЛдың кубоктары бар. Жалпы ойын көп. Сондықтан да Манчестер Юнайтед құрамды реттеу керек, түзеу керек. Сондықтан осы Казимиро кетіп бара жатыр. Казимироның орнын басатын, жоқтатпайтын осы Орелиан Чуамени деп санайды. Сол осы Чуамениге 100 миллион евро беруге дайын екен Манчестер Юнайтед. Қазір Чуаменидің бағасы 60 миллион евро тұрады. 100 миллион евроға сату Реал Мадрид үшін пайдалы. Және осы Вальверде немесе Чуамени кетеді деген ақпараттар өте көп болды. Таңдауға салатын болсақ, 100 миллион евроға Чуамениді сатқан өте тиімді Реал Мадрид үшін. Оның бір себебі қазір Чуаменидің трансферлік маркетте құны 60 миллион евро ғана тұрады. 100 миллион евроға сату да тамаша. Ал енді Манчестер Юнайтед үшін жақсы ма деген сияқты сұрақтар да бар. Басқа да мықты жартылай қорғаушылар бар еді қарастыратын. Бірақ енді осы Казимироның орнын басатын ойыншыны Казимироның шыққан жерінен алғысы келген шығар. Реал Мадридтан Казимироны алып келді, оны жіберді. Енді Реал Мадридтан Чуамениді да қатарларына қосып жатыр. Меніңше Реал Мадрид үшін де, Манчестер Юнайтед үшін де өте бір сәтті шешім деп санаймыз. 100 миллион евро және жанына бонустарын қосып беретін болады. Оның бәрі қанша болады, жалақысы қанша, қашан ауысады, біздің арнадан әлбетте бірінші болып білесіздер. Бүгінге осы достар, назарларыңызға рахмет. Бізбен бірге болыңыздар. Арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Біз сіздер үшін жиі футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз достар.